Пітір Рамазан айында берілетін садақа. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын. Барша мадақ атаулы әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасы мен сахабаларына салауат пен сәлем болғай. Пітір садақасы қажеттілігін қоспағанда мал-мүлкі нисап мөлшеріне жеткен әрбір мұсылманға беруі уәжіп. Ол оразаның қате кемшіліктерін толтыратын, Құдайға шүкіршілік ету үшін берілетін және кедейлерді қуантатын садақа. Ибн Омардан жеткен хадисте былай дейді: Алланың елшісі Рамазан айында пітір садақасын әрбір азат мұсылманға, ер мен әйелге, үлкен мен кішіге бір сақ құрма немесе арпадан беруді міндеттеді. Әрі оны адамдар айт намазына шықпас бұрын өтеуді әмір етті. Ибн Аббастан риуаят еткен хадисте: Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пітір садақасын беруді Рамазан айындағы ораза кезінде жіберілген қателіктерді тазарту үшін әрі міскіндерге бір той болу үшін міндет еткен делінген. Тұрмысы нашар, яғни артық мал-мүлкі нисап мөлшеріне жетпеген кісі пітір садақа беруге міндетті емес, сауап үшін беріп жатса өз еркі. Қайтыс болған адамдарға, ана құрсағындағы балаға пітір садақа берілмейді. Пітір садақаның мөлшері бидай немесе ұн және мейізден жарты сақ, 2 к, ал арпа мен құрмадан 1 сақ, 4 к, яки осылардың ақшалай құны беріледі. 5. 2025 жылғы пітір садақаның бағасы нарықтық орташа бағасымен есептеліп төмендегідей бекітілді. Бидай 2 к 376 теңге. Ұн 2 к 655 теңге. Арпа 4 к 569 теңге. Мейіз 2 к 5626 теңге. Құрма 4 к 1523 теңге. Қазіргі таңда бидайдың өзі емес, ұн, талқан секілді оның өнімдері кең қолданылады. Сол себепті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пітір садақаның құнын ұнмен есептеуді негізге алады. Өйткені шариғатта бидаймен қатар оның өнімдерімен де пітір садақа беруге рұқсат етіледі. Пітір садақаны берудің уәжіп уақыты айттың бірінші күні. Оны Рамазан айының бірінші күннен бастап беруге болады. Уақытында бере алмаған жағдайда айт намазынан кейін берсе де болады. Алайда пітірді айт намазына дейін беру мұстахаб. Осыған орай 2025 жылғы Рамазан айындағы бір адам үшін берілетін пітір садақа мөлшері 2 келі ұнның нарықтық орташа бағасымен есептеліп 655 теңге етіп белгіленді. Дегенмен бай, ауқатты адамдар пітір садақаны 2 келі мейізбен 5626 теңге немесе 4 келі құрмамен 1523 теңге бергені. Ал пидия мөлшері бір адамның күнделікті таңғы және кешкі тойып ішетін асы 7. Оның биылғы мөлшері 3520 теңге болып бекітілді. Бұған шамасы келмегендер оразаның әр күніне пітір садақасының құнын береді. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.